Сәлем барлықтарыңызға. Инстаграм және тиктокта хит болып жатқан тағамдардың бірін мен де жасаймын деп шештім. Самса шорпа деп аталады. Немесе бұның негізі атауы көп. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы суымызға сұйық майымызды қосып, дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қанша керектігін барлығын астында пісайында қалдыратын боламын. Ұнымызды аз мөлшерден қоса отырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Мінекей осындай қамыр иленді, жұмсақтау болды. 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Бізге туралған осындай сиырдың еті қажет, және де 1 үлкен пияз, 2 үлкенірек картоп қажет. Мен осы орайда помидор, яғни қызанақты қосам деп ұмытып кетіппін. Міндетті түрде қосыңыздар, одан да дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұз және де кішкене жарты шай қасық қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында кішкене ғана су құйып жібереміз, яғни біздің начинкамыз, яғни салмамыз одан да дәмді болып шығу үшін. Бізге осындай ыдыс қажет, яғни формасын келтіріп аламыз. Одан соң қамырымыздың ең алдымен кішкене ғана бөлігін алып қаламыз. Ол бізге ең соңында сәндеу үшін керек болады. Ал қалған бөлігін 4-ке немесе 5-ке бөліп дайындасаңыздар да болады. Мен 4-ке бөліп дайындадым. Яғни 4 адамға арналған дәл осы тестаны 5 адамға арнап жасасаңыздар да болады. Мінекей 4-ке бөліп алып, тағы да кішкене ғана бөлігін қалдырдым. Ол ең астына қою үшін. Одан соң қамырымызды шұқалау қылып жайып алып, ыдысымызға салып, чашканың формасына келтіріп аламыз. Яғни ыдыстың формасына келтіріп аламыз, ішіне салмамызды саламыз, және де осылай жинақтап түйіп шығамыз. Жақсылап түйіңіздер, өйткені суы төгіліп кетпеу үшін осылай жақсылап түйіп аламыз. Одан соң кішкене алып қалған бөлігін тағы да жайып аламыз. Бұл біздің астына төсеуіне керек болады. Астына қоюына. Одан кейін противенімізге пергамент қағазымызды қойып, ең астында осылай қамырымызды қойып, жұмыртқамен жағып аламыз. Одан соң біздің осылай үстіне қойып шығасыздар. Ең алғашында алып қалған қамырымызды жайып алып, қатты жұқалау қылудың қажеті жоқ. Осылай 4 бөлікке кесіп алдық, яғни бетіне әдемілік, сәндік болу үшін. Осылай дөңгелек пішінде орап аламыз. Орап алғаннан кейін ең бетіне осындай, былайша айтқанда чашка дейміз ғой, соның қақпағын жасаймыз. Осы қамырдың көмегімен осылай әсемдеп шығамыз. Одан соң жұмыртқаны жағып, осы орайда міндетті түрде пештеріңізді қыздырып алыңыздар, қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Қызып тұрған пеште 170 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің 1 сағат уақытымыз аяқталды. Біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.